Ассалаумалейкум, көлік сүйер қауым. Мынандай серіппе резьба пружина былай айтқанда шыдап берді. 7,5 килограмм, жоқ 7,5 емес, 7,2 тарттым, 72 ньютон метр шыдап берді. М10 тістердің арасы 1,5 миллиметр. Сыртқысы мынаның іші, ол жаңағы мынаның іші М10 1,5 тісінің арасы. Сыртқысы 12, тісінің арасы 1,5. Осындай екеуін салдық. Салған кезде енді мына сындырып жіберетін жағын төмен қаратып бұрап кіргізесіңдер. 12-мен өтесіңдер. Метшікпен. Неде тұрған міне набордың ішінде 12. Бір қысқа бұл. Негізінде ұзын бөлек сатып алу керек. Мына сверлосызда 10,5 қысқа. Енді мына жердікini кетіп тұр. Мына ГБЦ-сын шешіп жасаған. Енді мынаны ерініп тұр. Мен орында істеу керек болып тұр. Шыдайды екен негізінде. 72 ньютон метрге шыдайды. Бірақ екеуін салу керек. Шыдап берді. Осындай қызықтар, кімге керек болса информация. Мынандай немеде сатылады. Серіппе резьба десеңдер, пружина ғой. Шыдайды екен. Өзімді ойлағам, шыдап беру керек. Өйткені алюминий резьбаны сыпырып шыққан кезінде мынандай алюминий резьбаны бұл да серіппе болып қалады ғой. Пружин тетіп тұр ғой. Алюминийге қарағанда енді мынау сталь ғой, все-таки болат қой. Болатқа тиіс негізінде ойымша да, енді қазақша болат қой. Стальный резьба. Мынау не? Жаңда лақтырып жүрдім, мына алюминий резьба. Міне. Осы міне енді бұның арасы кетіп осындай болған шығар міне. Енді жобалап көрсеткен кезде, білмеймін енді мынаны былай кигізіп неған кезде. Болмаса өлшеу керек, міне осының екеуіне шыдайды екеніне. Қазір енді жобалап кіргізейінші резьбаға, сөйтіп штангельмен өлшейін. Мына болтқа кигізіп өлшедім, 3 сантиметр екен. Енді мыналар болтқа кигізгенде 1,1 көрсетіп тұр. 1 сантиметр 1 миллиметр көрсетіп тұр ғой. Сол кезде 2,2 болады екен да. Екеуін. Енді үшеуін салсаңдар да болады, бірақ екеуі шыдады. Мынаны төмен қаратып тұрып сындырып жібересіңдер, тағын одан кейін бұрайсыңдар, тағын бірақ метшікпен тағын бір өту керек, тазалап шығу керек. Өйткені мынау как немене болады. Қазір айтайын. Немеден да. Контрагайт етіп екі айкан қысқан кезінде қысып қалады ғой болтта, соқсақта. Онан шығарған кезде резьбасын құртып жібереді екен. Бір жерде бір болт жатыр, басын құртып жіберді. Қазір көрсетейін. Контрагайка болып кетеді екен. Сондықтан енді мынандай толық сатылмайды екен бұндай. Мына негізі пружина ғой былай айтқанда. Қазір бір қолмен ыңғайсыз. Пружина кәдімгі пружина ғой. Бірақ резьба да. Іші резьба, сырты резьба. Бір қолмен ыңғайсыз, бір қолмен телефон ұстап тұрмын. Енді бұның үшеуінде салсаңдар да болады. Мына үшеуде сет негізінде резьба. Міне былай үшеуде сет. Бір енді оны өте қиындау болады да, центровать етіп. Оны метшікпен өту керек, тағын бір тазалап өту керек резьбасын. Үшеуін тықсаңдар да болатын шығар. Мен енді екеуін тықтым да. Жаңағыдай болт шығарған кезінде мынандай құртып отырды. Сосын керек емес болттар, бұл жарамайған, созылып кеткен болттар. Сосын алдында метшікпен бір тазалап алдым. Сонымен қолмен атруки дейді ғой, қолмен бұрадым. Оның алдында мына біріншісін өтеді да, екіншісіне кейін қысылып отырған. Сонымен алдында тазалағаннан кейін жақсы қолмен до конца артына неме дейін, до конца барды, болт қайттан шығардым. Сөйтіп таза шықты. Болатын дүние мынау. Осындай амалдасыңдар болады. Болмаса енді футурка. Футурка енді мынандай жасамайды. М10, М12, іші М10, сырты М12, онда футурка жасамайды. Кемінде 14 жасайды. 13 жасауы мүмкін шығар, білмеймін енді, бірақ токарлар біледі. Футурка жасаған кезде М10-ке кемінде 14 жасайтын шығар деп тұрмын. 14 енді железін жасайды, 13 жасайды, жасамайтын білмеймін енді. Сыртқысын 13. Токарлар білетін шығар енді. Міне үстіп, резьбамен ағылысып атырмыз, күресіп атырмыз. Range Rover'дің моторымен бұрын зорлап жүрген болттарын, біраз болттарын тастадым. Өйткені бәрін өлшеген кезінде созылып кеткен. Бәрін тастадық.
басқа болттар буу үшін алдырдық, оригинальный. Мынандай. Бірақ қымбат. Басында екеуін 10 мыңнан алып келді, сосын барып айқайласып жүріп 3 мыңнан алды ғой, короче. 12 болт алдырдым. Міне естіп алысып жатырмыз.